сәлеметсіздер ме, 4-ші сынып оқушылары? Презентация бөлімінің презентация слайдының макеті тақырыбын бастаймыз. Бүгінгі сабақта слайдтың макет стильдерін және макет таңдауды, слайдтағы шаблондар, дизайн мәзірін қолдануды үйренесіздер. Балалар, өткен тақырыпты қайталайық. Презентация таныстырылым, баяндама, есеп беруді қорғау, жұмыс жоспарын көрсету және дайын ақпараттармен бөлісу. Презентацияның әрбір беті слайд деп аталады. Презентация слайдтардың жиынтығы болып табылады. PowerPoint бағдарламасын іске қосу бағдарламалар Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Браузер парақтау, қарау деген сөзден шыққан атау. Интернеттегі веб парақшаларды, мәліметтерді оқуға, іздеуге арналған программа. Презентация латын сөзінен тапсырамын, ағылшыннан ұсынамын дегенді білдіреді. Презентацияны іске қосу үшін бірінші суретте PowerPoint бағдарламасын бастау мәзірін қолданып шығарған. Екінші суретте жанама мәзір арқылы, яғни жұмыс үстеліндегі контекст мәзірді пайдаланған. Үшінші суретте PowerPoint белгішесін 2 рет басу керек. Презентация іске қосылды. Енді экранға назар аудар. Макет толық көлемдегі немесе кішірейтілген өлшемдермен берілген нысанның алдын ала дайындалған үлгісі. Макет сөзі нысанның слайдта орналасуына байланысты қолданады. Макет презентация слайдтарының өзіндік ерекшелігі болу және бірдей рәсімдеуді қолдану үшін пайдаланады. Презентация макетін жасау үшін слайд жасау немесе макеттер тармағының басты мәзіріндегі слайдтар қосымшасының бөлімінен таңдау керек. Содан кейін ашылмалы тізімнен қажетті макеттерді таңдау керек. Үнсіз келісім бойынша программа терезесінде титулдық слайд қосылады. Презентацияны көрнекі етіп жасау үшін макетті пайдалану жеткіліксіз. Бірақ макеттің көмегімен слайдтағы ақпараттың реттілігін сақтай аласың. Презентация дизайны барлық слайдтардың бір тұтас дизайны. Фон, түсі, тақырып пен мәтінге арналған шрифт, стилі мен түсі және тағы басқа. Дизайн мәзіріндегі түстер, харіптер, элементтерін қолдана отырып, кейбір параметрлерін өзгертуге болады. Презентация жасау кезінде көбінесе дайын шаблондар қолданылады. Оның ішінде бірнеше слайдтардан тұратын бланктер бар. Олардың көмегімен презентацияны жылдам жасауға болады. Үлгіде слайдтың макеті мен дизайны бар.
Слайд үлгісін таңдау үшін келесі мәзір пункттерін пайдалану керек. Файл, жасау, шаблон, office.com үлгі атауын таңдаймыз. Үлгі атауын таңдағанда тақырып бойынша шаблондар бар жаңа тізім ашылады. Нұсқалардың бірін таңдағанда терезенің оң жағында болашақтағы слайдтың үлгісін көре аласың.